Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі шығарылымыз Ділмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыздың афоризмдері мен нақыл сөздерін қамтиды. Видеомызды бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Сенім, құдіретті күш тауды да қозғайды. Абыройдан ақ отау тіктім деген кісінің де пенделігі аз болмайды. Хан келеді, кетеді, халық қалады, халық қалса тақ қалады. Табы бірдің, тағдыры бірдің тәңірісі де ортақ. Бүгінгі күн кешегі күннің шәкірті. Көз өзіне сенеді, құлақ өзгенің сөзіне сенеді. Заманы бірдің, талабы бір. Жақсы адам ел ырысы. Атқа мінген әкімнің үзеңгісін тем баспағанын бетіне бассаң бас, бірақ тарихқа, тағдырлас халыққа қиянат жасама. Бос қиялдан гөрі еңбегіңе сен, тәуекелдің төресі сол. Елді ерте білген ер мықты емес, ерді пана тұтып, сенім артқан ел мықты. Анаң да елің, панаң да елің. Өткенді өгейсіретпеген жөн, жақсысын да, жаманын да ұмытпау керек. Көптің мінезі сәуірдің бұлтындай. Өрге көтерілгенше еңістің қадірін білмейсің. Ережеден өнеге артық. Тату үйге тақсырет жоламайды. Күйігін жасырғанның көңілі жұбанбайды. Әр кездің өз әні бар, оған орындаушы кінәлі емес. Қиянаттан асқан қылмыс жоқ. Иман жиямын десең, пиғылыңды таза ұста. Қуана білу де, қуанта білу де бақыт. Адам аласынан сөз аласы жаман. Халық тәжірибесі барша білімнің қайнар көзі. Өзіңе жақсылық тілесең, өзгеге жамандық қылма. Өмір ақ пен қараның, қайғы мен қуаныштың, сүйініш пен күйініштің текетірісуімен қызық, қақтысуымен мәнді. Биік мансапты жігіттің жігіті ғана көтереді. Баққа да бап керек, тәуба керек. Қолы ұзынның қоразы жұмыртқалайды деген бар. Басыңнан баг ауса, 60 күн тасыған дарияң 6 күнге жетпей суалар. Жалғанда жалғыздық жаман. Жалпақтағанның бәрі жанашыр емес. Қара халықтан асып, қадіріңе жетер кім бар? Бірдің емес, елдің сөзін сөйлер, артық туған ақындары бар, елден бақытты ел жоқ. Қазақ ауыр істен емес, ауыр сөзден қорқады. Ине ұстаған ісмерден бастап, үй қалаған құрылысшыға дейін қойылатын бірақ талап бар, ол жауапкершілік. Елдің ықыласынан асқан сый жоқ. Арнасынан аумайтын өзен болмайды. Қара басының қамын күйттеген басқаның бақытты болғанын қаламайды.
Қайыры жоқтың қадірі жоқ. Өмір деген қызық. Тағдырың қыл үстінде тұрып та, ертеңге үмітпен қарайсың. Қиындықсыз іс тынбайды. Оған тек ердің ері ерлікпен төтеп береді. Өртті сөндіруден гөрі оны тұтатпау үлкен ерлік. Жер ана, орынды айтылған теңеу. Оған алаған қол емес, аялы алақан керек. Шық жуытпау шын жанашырлық емес. Қаныңда жоқ қасиетке бой алдырмағаның ләзім. Уақыттан да құдіретті күш бар, ол адамдардың жасампаз еңбегі. Өмір бар жерде, халық ғұмыр кешкен елде өнер өлмейді. Алданғаннан малданған жаман. Қателіктен тірі пенде құтылмайды. Көрмей, білмей жазған кісі ақ сөйлеп, әділін айта алмайды. Адам айнасы адам. Жанды жаралау оңай, жан жарасын жазу қиын. Үміттің аяқ асты болғанынан асқан қорлық жоқ. Алып қашты сөзде ауыздық болмайды. Қисық ағаштың көлеңкесі де қисық. Қиыншылық қиюы келмес іс емес. Адам үшін жазаның ең үлкені жұмыссыз қалдыру. Биікке көтеріліп көрдім, бірақ халықтан аласа екенімді ұмытпадым. Өмірдің екі тірегі бар. Олар үйленуден жалықпау мен үйретуден аянбау. Құрметті көрермендер, осымен біздің видеомыз аяғына жетті. Видеомыз сізге пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеомызды өткізіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.